біздің сабағымыздың тақырыбы Жолдасбай Тұрлыбаев, Райымбек бастауы. Оқу мақсаты 3-ші сынып 7-ші бөлім 1-ші бөлімше 3-ші оқу мақсаты мәтінді түсініп оқып, негізгі ойды анықтау, суретпен жұмыстар жүргізу. Бүгінгі сабақта сіздер мәтіннің тақырыбын анықтайсыздар. Негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді анықтайсыздар. Кейіпкердің мінез-құлқының өзгеру себептерін дәлелдеп бағалайсыздар. 4 жолды өлең құрастырасыздар. Сабағымызды ең алдымен ширату жаттығуынан бастаймыз. Сәйкестендір. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мына жердегі келтірілген мәліметтер қай суреттермен сәйкес келеді? Жақсы оқушылар, сіздер бұл тапсырма арқылы батырға байланысты сәйкестікті, биге байланысты сәйкестікті және ханға байланысты сәйкестікті таба алдыңыздар. Жарайсыздар. Келесі ой қозға. Берілген мақалдар кімдерге тән екенін анықта. Батырға оқ дарымайды, батылға жау жоламайды. Батыр мақтанса жауға шапқанын айтар, қу мақтанса алдап қаққанын айтар. Айлалы батыр алдырмас. Бұл мақалдар жоғарыда келтірілген мысалдардың қайсысына сәйкес келеді? Дұрыс айтасыздар. Батыр сөзіне сәйкес келеді. Олай болса, бүгінгі сабағымызда да батыр туралы айтылмақ. Бұл тапсырма арқылы сіздер мақалдың мағынасын анықтап, кім туралы айтылғанын таба алдыңыздар. Керемет. Балалар, ең алдымен бастау сөзінің мағынасын ашып алайық. Бастау сөзі көп мағыналы сөз, яғни көш бастау, сөз бастау, қол бастау, бұлақ деген мағыналар бар. Бастау жер асты суларының жер бетіне шығатын көзі, оны бұлақ деп атаймыз. Біле жүріңіздер. Жолдасбай Тұрлыбаев 1932 жылы 3 наурызда Алматы облысы Кеген ауданының Жалаңаш ауылында туған. Ерке-серке, балапандар, аңшының әңгімесі, телқоңыр, семсер, бала мерген, тамыз таңы, Райымбек батыр кітаптары жарық көрген. 2017 жылы өмірден озды. Алталаш қайбын асқан Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапраш Наурызбай, Шақшағұлы Жәнібек сынды қол бастаған қаһармандар қатарында Албан Райымбектің есімі де ерекше құрметпен аталады. Райымбек Түкеұлы 1705 жылы қазіргі Алматы облысында дүниеге келген. Батыр қолбасшы, ұлы жүз Албан ішіндегі Алжан руының Сырымбет тармағынан. Қангелді немересі Райымбек 3 жаста ат басын алып жүріп, 5 жаста өзі ат ұстап мініп, жылқы айдапты. 7 жасында белгілі жігіттердің сапында жылқы бағуға жарамды болған. Жақсы оқушылар, бұл бейнебаян арқылы батыр туралы мәліметтермен қанықты деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі сабағымыз Райымбек бастауы. Мәтінді дұрыс тыңдауларыңызды сұраймын. Райымбек сарбаздары алғашқы күні-ақ сусыздықтан тарға бастады. Бүгін 2-ші күн. Шыдауға тура келеді, деді Райымбек жігіттеріне. Таң атып, жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз. Райымбек қатты ойланып отырды да орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көк ойнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Атты жүре шалдырып, сайды өрлеп аяңдап келеді. Жерден көз алмайды. Бір ойпаңдау жерге кіріп, кідіріп қалды. Сол араға келгенде, көк ойнақ та жерден көк түстеп тұрып, оқыранып жіберді. Сол жерден бас көтермей көкті искеп қояды. Райымбектің күтіп келе жатқаны да сол еді.
Ат қадалған жердің шөбі басқа шөптей емес, бояуы қанық, қою жасыл тым балдыр. Бойында судан тартқан нәрі бары ап-анық көрінеді. Райымбек дәл аяғының астына бойлата сүңгі сұқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жығылып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай үш қырлы найзаны сол алға соққан орнына қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұққылап қайта тартып алғанда сүңгі соңынан атқылап су шықты. Қуанғаннан су деп дауыстап жіберді. Райымбек пен Көкөнақтың арқасында шөл далада адам да, ат та суға қанды. Алыс сапардан шаршап шөлдеп келе жатқан жолаушы болса, өзінің де, көлігін де сусын қандыратын мөлдір сулы бастауды сол күннен бастап Райымбек бастауы деп атады. Бұл мәтінді түсініп ден қойып тыңдасаңыздар, сиқырлы қобдиша сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ. Райымбек батыр туралы не білдің? Райымбек батыр су көзі бар екенін неден аңғарды? Райымбек әскерлерін қалай жігерлендірді? Неліктен әңгіме Райымбек бастауы деп аталған? Жарайсыздар. Бұл сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер жүйелі жауап беруге тырыстыңыздар, нақты мәліметті анықтадыңыздар. Ал енді бұл мәтінді дұрыс түсінсеңіздер, келесі тапсырмаларға көшейік. Бірінші деңгей тапсырмалары: Сен-Квейн әдісімен 5 жолды өлең құрастырасыздар. Екінші деңгей тапсырмасы: әңгіменің негізгі кейіпкерін сипаттап, іс-әрекетіне баға бересіңдер. Үшінші деңгей тапсырмалары: мәтінге сүйеніп 4 жолды өлең құрастырасыздар. Бұл жерде тірек сөздер: іздеді, сарбаздар, шаншылып, су шықты, батыр, қанды. Яғни бұл тапсырмалар арқылы сіздер 5 жолды өлең құрай алдыңыздар. Әңгімедегі негізгі кейіпкерді анықтап баға бердіңіздер. Тірек сөздерді пайдаланып 4 жол өлең құрастырдыңыздар. Жарайсыздар. Келесі пирамида тарихы әдісі бойынша осы мәтінді талдаймыз. Яғни, бұл мәтінде басты кейіпкердің аты, мінездеме немесе сипаттама, әрекеттің орны, проблема, жағдайдың өрісін сипаттау, проблеманы шешу не үшін қолданылады, проблеманы шешу және әрі қарай не болатынын болжау. Бұл тапсырма арқылы мәтін бойынша талдау жасай аласыздар. Әрі қарай болжау жасайсыздар. Келесі тапсырма: сүйсіну әдісі бойынша кейіпкердің өзіңе ерекше ұнайтын қасиеттерді табасыздар. Оларды атап, не үшін екенін түсіндіресіздер. Яғни, бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз Райымбек батыр болса, сол батырдың бойындағы ерекше қандай қасиеттерді ұнады сіздерге? Соларды атап, не үшін екенін түсіндіріңіздер. Кейіпкердің бойындағы ерекше қасиеттерді атайсыздар, не үшін ұнайтынын айта аласыздар. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта өзінің мәресіне жетті. Бүгінгі сабақта бірінші орын алдым дегендеріңіз, маған сабақта бәрі түсінікті болды дегенді белгілейсіздер. Екінші орын алдым дегендеріңіз, кейбір кезде менің қолымнан келмеді дегенді белгілейсіздер. Үшінші орын маған бәрі қиын болды белгіні белгілейсіздер. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа бәріңізде жақсы атсалысты деп ойлаймын. Маған кері байланысты жазып жіберсеңіздер болады. Үйге тапсырма: осы Райымбек батыр әңгімесін оқып түсінесіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.